үкіметтің жұмысын айтатын болсақ, менің ойымша, менің өзім әріптесіммен келісем, шынымен де жай ғана бір жайбарақат отырған министр мен премьер-министр отырған сияқты. Бір-екі рет біз премьер-министрдің өзіне де барып кірдік, жай ғана қағаздарды қарап қалған сияқты болды. Сондықтан мен ойлаймын, басқаларды солай жай ғана қағазды қарайды, жай ғана тыңдайды, ал нағыз халықтың мұң-мұқтажын тыңдайтын министрлер оның ішінде аз. Оны көп үкімет басшылары тыңдамаяқтар деп ойлаймын. Есть ли какие-нибудь догадки, кто следующий премьер-министр? Жоқ, мен не емеспін, андай, қалай еді аты, жоқ, ясновидящий, она не дейді ғой, как он называется этих... Оракул. Оракул, мен оракул емеспін, мен болжай алмаймын, кім болатын, не болатын. Сондықтан ол енді біздің саға беретін, бізге келеді ғой енді министрлердің. Біз енді ұсынамыз, мүмкін жаңа бір адамдар келеді. Сондықтан оны мен айта алмаймын ештеңе. Вот есть такие догадки, что... Менің өзіме де, мысалға, менің өзіме де бұл бір сондай бір таңғаларлық жаңалық болды. Мен енді ойлағам, министрлік үкімет жақсы жұмыс істейді, ары қарай енді бір қателерін жөніндеп, ары қарай бір жақсы бір нәтиже көрсете ме деп сендім. Бір-екі министрлерге, мысалы, жаңадан келген ненің төтенше жағдай министріне, су министріне, басқа да бір-екі біздің комитеттің сайлаған министріне, енді олардың аз уақыт болғандықтан көп жұмыс істей алмады. Бұрыннан отырған министрлер енді көп жұмыс көрсете алмады деп ойлаймын.